Тудың түсі жасыл. Жасыл түс табиғаттың, тіршіліктің белгісі. Жаңару, үміт, даму, жасыл экологиямен тікелей байланысты түс. Яғни, бұл қозғалыстың бағыты табиғат, өмір, қоғамның болашағы екенін көрсетеді. Сол жақтағы ою сары алтын түсті. Бұл қазақтың дәстүрлі ұлттық өрнегі, мағынасы, ұлттық тамыр, тарих, дәстүр, бірлік, тұтастық, халықтың рухани негізі. Ал алтын түс құндылық, қасиет, қадір. Яғни, біз заманға сай болсақ та, тамырымыз ұлттық негізде деген ой. Ортасындағы логотип. Логотип өте символикалық, тостаған, қымыз сусын бейнесі. Қазағы қонақжайлық, бірлік, береке, халықтың ортақ дастарханы. Бұл халықты біріктіретін орта деген белгі. Бидай, шөп тәрізді элементтер табиғат, еңбек, ауыл, тіршілік. Яғни, қарапайым халықтың өмірімен байланысты қозғалыс. Шаңырақ тәрізді белгі жоғарыда, отбасы, ел бірлігі, ортақ үй, мемлекет. Бұл жерде Қазақстан бәріміздің ортақ шаңырағымыз деген мағына жатыр. Жазуы, азаматтық бастамалар орталығы, қоғамдық қозғалысы. Мағынасы, бұл жай үйім емес, халықтан шыққан, халық үшін жұмыс істейтін қозғалыс. Жалпы идея. Бұл ту ұлттық дәстүр, қоғам, экология, бірлік, бәрін біріктіріп тұрған символ. Бір ауызбен айтқанда, бұл ту табиғатты қорғайтын, халықты біріктіретін, ұлттық негіздегі азаматтық қозғалыстың белгісі.